Саламатсыздар ма? Қайырлы күн болсын баршаңызға. Сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін біз ерекше тағам дайындаймыз. Осындай 250 мл суды алып, бір ас қасық сахар салып, бір ас қасық дрожь салдым. Ашытқы саламыз, осылай араластырып, опора жасаймыз. Көтерілгенін күтеміз дрожьтан. Бір кішкене қасық тұз саламыз. Сұйық майымызды құямыз. 4 ас қасық сұйық май менде. Үстінен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Ұнымыз әрине менде 500 грамдай ұн алған болатынмын. Осылай ақырындап салып, қамыр илейміз. Қамырымыз сұйық болмау керек, орташа қамыр болады. Осындай бір 100 грамдай ұным қалып кетті. Әркімнің ұны әртүрлі. Сондықтан өзіміздің ұнымызға қараймыз. Қамырымыз осындай жұмсақтау, әдемі болу керек, қатты емес. Осылай иіліп, қақпағын жауып, көп қоямыз. Жарты сағат, 1 сағатқа қоямыз. Енді осылай баклажанымызды кесіп алып, осындай бөліктерге бөлеміз. Баклажанымызды әдемелеп турап аламыз. Майдалап турасаңыздар да болады. Негізі мен осылай турап көрейін дедім. Осындай бөліктерге бөліп, міне баклажанымызды дайындаймыз. Осылай дайындап, тұз саламыз. Өздеріңіз қалауынша тұз салыңыз. Мен су құйып, үстінен жауып, бастырып қойып қоямын. Біраз уақытқа қойып қоямын. Өйткені аштылығы шығу керек. 2 сәбізімізді алып, орташа 2 сәбізді алып, осылай турадым мен. Қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Пиязымды осындай етіп турадым. Осылайша 3 бұрыштап, қиықтап, ортасын алып тастап жатырмын. Өйткені ортасы майдаланып кететін болғаннан кейін, мен оны алып қойып жатырмын. Оны тастамай қойсаңыздар болады. Келесі жолы тамақ жасағанда сол пайдаланасыздар. Пиязымыз осылай турап аламыз. Енді картошкамызды осындай бөліктерге бөліп жатырмын. Менде 901 килодай картошка болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Негізі майдалап турасаңыздар болады. Мен ірі қылып турадым. Болгар бұрышымызды тураймыз. Осындай болгар бұрышым 4 штук. Bir штугы қызыл. Пиязымыз осылай үлкен ет турай салдым. Баклажанымызды судан аламыз, я. Баклажанымыз міне әдемі болған. Тұзы сіңіп әдемі болған. Енді әбден сығып осылай судан аламыз. Судан алып болдық. Бұл тағамға ет қоссаңыздар да болады. Мен сондай асығыс дайындап жатқандықтан осылай колбаса турайын деп шештім. Еттің пісу уақыты ұзақ болып кететін болғаннан кейін осылайша тез колбасаны турай салдым. Араластырып, протеинімізге салып араластырамыз. Үстіне қалаған дәмдеуштерімізді саламыз. Кетчуп қойсаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша ұнататын дәмдеуштеріңізді саласыздар. 4-5 қасық майонезімізді салып, одан да көбірек салсаңыздар болады. Қызанақ турап үстіне
Болмаса, жаңа өздеріңіздің жапқан банкілеріңіз, икраларыңыз, сондай бір салаттарыңыз болса, томатный салаттарыңыз болса, ішіне араластырсаңыздар болады. Қызанақ жоқ болса, солай араластыруға болады. Әбден жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, алдын ала қызып тұрған пешімізге саламыз. Мен пешімді 200 градуста қыздырып қойдым. Салып қоямыз, міне. Дайын болған қамырымызды осылайша столыңызды майлап жіберіңіз. Үстіп қамырды түсіріп алып, енді қамырды екіге бөлеміз. Екіге бөліп алған қамырымызды және бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз. Өйткені бізге қамырымыз ыңғайлы болу үшін осылай үлкен қылмай, кішкентай қылып бөліп жатырмыз. Енді дайын қамырымызды бөлінген домалақтаймыз. Домалақтап қойғанымыз өзімізге ыңғайлы. Осылайша домалақтап, міне, осылай қоямыз. Қамырымыз жұмсақ, әдемі. Менің қамырларым сәл үлкендеу болып кетті. Мен бұны қайтадан бөлемін. Кішірейтіп аламын. Өйткені қатты үлкен болғанын қалап тұрған жоқпын. Сондықтан кішірейтіп аламыз қайтадан. Домалақтарымыздың үстіне май жағып қоямыз. Өйткені біз қазір оны қайтадан жаямыз. Осылайша кішкене жайып, әдемелеп, формалап, екі бүктеп, мантоварканың табағына сала береміз. Міне осылай салып қоямыз. Осындай бүктеп, домалақтарымызды бүктеп, әдемелеп, мантоварканың табағына сала береміз. Әрине, табақты майлауды ұмытпаңыздар. Табағына кетті. Мына екі қалып кеткен қамырды соларға сыйғызып жібереміз. Мен бұл жерде қызанақты ұмытып кеттім. Қызанақ қосыңыздар. Үйлеріңізде қандай жабылған банка бар, салаттарыңыз, икра салат болсын, аппетитка болсын, арасына қосып жіберсеңіздер өте керемет, тамаша болады. Мен қызанақты ұмытып кетіп отырмын, сондықтан сулы болмай қалды. Сулы болған жоқ, бірақ тағамымыз өте жақсы болды. Диетический, әдемі тағам болып шықты. Майлы емес, диетический. Осылай каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Қамырымыз да дайын болды, міне. Үстіп салып жейміз. Астарыңыз дәмді болсын.